Зерттеуші ретінде мені орындықта жалтарыла отырып, мәссаған сен алмай тұрмын деп айтатындай таң қалдыру қиынға соғады. Алайда іс көне келісімге, Құдайдың түрлі адамдарды соны құруға түрткі болуына келгенде, мен шын мәнінде таңырқаулы болдым. Егер де сіз менің дәрістерімді бір күндері тыңдаған болсаңыз, онда жаңа келісімнің сақталған көне қолжазбаларының мол екендігін білесіз. Қолжазба мұның машиналық басып шығарудан айырмашылығы қолмен жасалған көшірме. Менің жаңа шүбәсіз куәліктер атты кітабымда мен өздігімнен жаңа келісімнің 24633 қолжазбасы бар екендігін құжатты түрде растай алғанымды айтам. Бұл жан түршіктіреді. Алайда көне өсиетке келгенде, оның қолжазбаларының көлемі жаңа келісіммен салыстырғанда өте аз. Сенбей тұрсыздар ма? Біздің заманымызға жаңа келісімнің өте көп қолжазбалары жетті, және онымен салыстырғанда көне келісімдікі өте аз. Енді назарларыңызды сұрайым. Мен қарама-қайшы болып естілетін бір мәлімдеме жасамақпын. Бірақ келесі бейне үзінділерінде сіздерге өзімнің растығымды дәлелдеймін. Жаңа келісімнің орасан көптігі оның шынайылығына куәлік етіп сенімділік туғызады. Алайда көне келісім жайында айтқан кездегі қолжазбалардың жеткіліксіздігі, дұрысырақ айтқанда аз көлемділігі, дәл солай оның шынайылығы жайында куәлік етеді. Сіз тұра тұрыңыз, мұныңыз енді демагогия дерсіз. Бұл қалай болғаны? Жаңа келісімнің шынайылығын қолжазбалардың көптілігі көрсетіп, ал көне келісімдікі сақталған қолжазбалардың аздығы көрсетеді. Бұл бірегей тарихи туынды. Мен көне келісім жайында айтып тұрмын. Сонымен, алдымыздағы бірнеше бейне үзінділерді мен көне келісім қолжазбаларының аз мөлшерлігі, оны шынайылығы мен дұрыстығынан айыра алмайтындығы жайында дәлелдемекпін. Ал жаңа келісімнің молдығы оның шынайылығы мен растығын көрсетеді. Бұл парадокс емес, бұл шынайылық.